Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз алгебра 7-ші сынып 3-132 есепті шығарамыз. Бұл жерде функция берілген, функцияның мәні 54-ке және 28-ге тең болғанда аргументтің мәнін тап дейді. Енді бізде алдыңғы есепті шығардық. Y деген функция, x деген аргумент демек, y тең 54. Олай болатын болса, x-ті табатын болсақ, яғни аргумент табатын болсақ, 54 тең минус 2x куб. Енді x кубты табу үшін 54-ті 2-ке бөлеміз. 54-ті 2-ке бөлген кезде 2-ден берсек 4, 27, яғни минус 27 болады. Минус 27 болсанда x деп отырғанымыз минус 3-ті. Яғни аргументіміз минус 3-ке тең. Яғни бұл жерде бір ғана жауап болады, себебі 3-тің кубы плюс 27 береді, ал минус 3-тің кубы минус 27 береді. Сонда бізде көптік пара болғаннан бір ғана жауап болады. Ал егер пара болатын функция, онда 2 жауап болар еді. Біз алдыңғы есепте пара болған шығарғанбыз, енді бұл уақытта көптік пара болған шығарып жатырмыз. Енді тура солай, мына жерде y тең 128. 128 болса, онда y-тің орнына 128 қоямыз да, минус 2x куб деп жазамыз. Сөйтіп, біз ары қарай есептеп шығарамыз. Сол кезде бізде 128-ді 2-ке бөлсек, 2, 6, 63, так. 128-ді 6-тан берсек, 12 болады, сонда 64. 4, я. Сонда x куб тең 28 минус 2 бөлеміз минус 64 болады. Онда x-іміз бізде минус 4 болады. Себебі минус 4-ті 3 рет көбейтсек, ол бізде 64-ті береді. Сонда бірінші аргументтің мәні минус 3, екінші аргументтің мәні минус 4 болады екен. Сонымен есептің шығару жолы осындай. Егер есептің шығару жолы түсінікті болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер болады.